Психоз бұл шындықта жоқ нәрсені сезінуге мәжбүр ететін психикалық денсаулық жағдайы. Психоздан өтетін адамдар өз ішінде шындыққа сай емес, тұманда сезінуі мүмкін. Олар не сезінеді? Олар шындыққа сай емес нәрселерді көру, шындыққа сай емес нәрселерді сезіну. Және оларды өте шындыққа сай емес қабылдау сияқты нәрселерді сезінеді. Психоздың бұл белгілерін қайдан көруге болады? Шизофрения диагнозы қойылған адамдарда, тұлғалық бұзылыстарда, үлкен депрессивті эпизодтарда және психотикалық биполярлық жағдайларда. Психоздан өткенде не істеуге болады? Бұл шындық па, әлде жоқ па? Иә, психозды емдеудің шешімі бар. Дұрыс психиатриялық кеңес оған дәрі-дәрмек кіреді. Үздіксіз терапиялық сеанстар, оған когнитивті мінез-құлық терапиясы, жеке терапия және басқа психотерапиялар кіреді. Әрине, пациентпен жақсы түсіністік орнату, психоздан өтетін адамдармен өзгерістер енгізіп, олардың өмір сапасын жақсарта алады. Егер сіз осы жағдайдан өтетіндердің бірі болсаңыз, немесе осыдан өтетін адамдарды білсеңіз, сол жерде тоқтамаңыз. Көмек сұрау бірінші қадам. Біз Апалла ауруханаларында осы жағдайдан өтуге көмектесу үшін осындамыз.